Атырау қаласы аумағында рұқсатсыз қайта жабдықталған бірнеше автокөліктер анықталды. Айта кетсек, оның ішінде алдыңғы жарық бөлігіне рұқсатсыз LED, ксенон, LED шамдарын орнатқан. Аталған жүргізушілерге қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабы 5 бөлігімен және 590 бабы 7 бөлігімен әкімшілік хаттама жасақталып, екі мемлекеттік белгісі түсірілді. Қазіргі уақытта аталған автокөліктер арнайы айыппұл тұрағына қойылды. Атырау қаласының тұрғындары мен қонақтары жол ережесін қатаң сақтауларыңызды сұралады.